Өткен бағдарламалардың бірінде әнші Санда Грузияның Батуми қаласына барып бейнебаян түсіріп жатқанын айтқан едік. Ол жақта әншіні әлемдік актриса Моника Белучиға ұқсатыпты. Расымен де ол жақтағы халық мені Моника Белучиге ұқсатып жатты. Мүмкін бет пішініміз келетін шығар. Бір жағынан визажисттің де еңбегі болуы керек. Себебі ол өз ісінің маманы. Бет әрлеуден Грузия чемпионы атанған. Осындай мақтауды естіген аруға түсірілім оңайға соқты. Ешқандай қиындық болған жоқ. 6 күн демалысымызда түсірдік. Біздің еліміздегідей таңнан кешке дейін асығыс жасалмады. Жоқ, еліміздегі клипмейкерлерді жамандамайды. Сандаға ең бастысы демалыс ұнаған. Әрине, елімізде де түсірген күшті, ал ол жақта екі есе жақсы. Себебі біз онда демалдық. Демала отырып түсіріп келген Санданың жаңа бейнебаянын сіздер 27 мамырдан бастап біздің арнаның эфирінен эксклюзивті түрде тамашалай аласыздар. Ал егер көруге асық болсаңыз, күні ертең gakku.kz сайтында жарық көреді. Бірінші болуға асығыңыз.